Сәлем, көрермен. Қаназдық қазіргі таңда ең кең таралған дерттердің бірі. Басыңыз айналып, жүрегіңіз қағып, шаршау жиілесе, ағзаңыз темірге зәру болуы мүмкін. Ал дұрыс тамақтану арқылы бұны оңай шешуге болады. Бүгін сіздерге қаназдықпен күресетін 10 пайдалы тағамды айтып берем. Қолға қалам алып жазып алыңыз, бұл мәлімет сіздің де, жақындарыңыздың да саулығын сақтап қалуы мүмкін. Қызыл ет пен бауыр. Темірге бай тағам десе, ең бірінші қызыл ет еске түседі. Сиыр еті, қой еті, әсіресе бауыр, кем темірдің негізгі көзі. Бұл темір ағзаға тез сіңеді және қан түзуге тікелей әсер етеді. Аптасына 2-3 рет бауыр тағамын тұтыну гемоглобинді көтеруге таптырмас әдіс. Шпинат пен көк жапырақтылар. Шпинат ақжелкен, аскөк жай ғана гарнир емес. Олар 9 дәрумені мен темірге бай. Фолий қышқылы жаңа қан жасушаларын жасауға көмектеседі. Смузи, салат немесе жай ғана гарнир ретінде қолдануға болады. 3. Қарақұмық, тары, сұлы. Бұл жармаларда өсімдік темір мен магний мол. Қарақұмық әсіресе темірге бай. Оны таңғы асқа, түскі де қосуға болады. Және бір құпия. Жарманы лимон шырынымен бірге жесеңіз, темір сіңуі артады. Жұмыртқа қарапайым тағам, бірақ 12 дәруменімен темірдің көзі. Күніне бір жұмыртқа қан құрамын тұрақты ұстап тұруға көмектеседі. Анар халық арасында қанды көбейтетін жеміс ретінде танымал. Анар шырыны гемоглобинді көтереді, әсіресе аурудан кейін әлсіреген ағзаға өте пайдалы. Құрма, өрік, финик, қарақат. Бұл жемістер темірге, калий мен С дәруменіне бай. Қан түзу процесін қолдап әлсіздікті азайтады. Таңертең аш қарынға жеу ең тиімді жол. Темірдің сіңуін жақсарту үшін С дәрумені бар өнімдерді бірге тұтыныңыз. Мысалы, қызанақ, болгар бұрышы, лимон. Ал сүт пен шайды темірге бай тағаммен бір уақытта ішпеңіз, ол темірді тежейді. Егер қаназдық белгілері байқалса, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Денсаулығыңызды сақтаңыз. Сізге пайдалы болған болса, видеоға лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.